Сәлем баршаңызға, сіздермен бүгін Айжан. Бүгін мен сіздерге көптеген адамдарды қызықтырған тақырып бұл линза туралы айтқым келіп тұр. Негізі мен линзаны уже 7-8 жылдай киіп жүрмін, күнделікті. Себебі бұл менің білесіздер ме, күнделікті ритуалымның бірі де рутинымның ішіне кіріп кеткен. Таңертең тұрамын, міндетті түрде очки немесе сондай кимеймін, бірден линза таға бастаймын. Көп адамдар линза туралы осыған дейін бір видеом болған еді. Егер көрмесеңіздер, бірінші соны қараңыздар, одан кейін мынау екінші бөлімі. Қандай линза? Көп сұрайды, қандай линза алайын деп. Негізі ол әр адамның өзінің жеке как вы ощущаете, да? Біреуі маған жақса, бұл сізге жақпауы мүмкін, немесе сізге жақса, маған жақпауы мүмкін. Сондықтан линзаны басында салыстырып, бірінші бір түрін, өте көп түрлері, Корей түрлері бар, докс деп аталатын, одан кейін аквавью дейді, одан кейін биомедикс. Мен барлығын көрдім, өзіме жағатын біреуін таңдап алдым. Оған қалай таңдайсыз да? Бірінші қанша уақытқа, мысалға, егер сіз деген бір айға линза жетеді, бір ай ғана қолдануға болады, осылай көзіңіз күнде шешіп бір ай ішінде, одан кейін 3 айға дейін қолданатын линзалар болады, кейбіреулері 2 аптаға ғана қолданасыз. Одан осы срок дейміз ғой, осы уақыттан асып кетуге болмайды. Себебі асып кетсеңіз, линзаның өзінің жарамдылық уақыты бар. Осы линза жайлап жыртыла бастайды, немесе оның ішіне бір белок дейма, әйтеуір қаптап бірдеңкелер жабыса бастайды. Сондықтан сіздің көруіңіз нашарлап, ол да әсер етеді. Сондықтан қанша уақытқа арналған, сонша уақыт қана қолданыңыз. Одан асып, линза көріп тұрмын, вроде жыртылған жоқ, нормально деп жүріп кие берсеңіз болмайды. Бұны микроскоп сияқты үлкен затпен қарасаңыз, линзаңыз кір екені, линзаңыз кішкентай мындай трещина бар екені, жаман болып кеткені енді көрінеді. Ал сіз көзбен бүйтіп көре алмайсыз соны. Сондықтан өзінің срок дейміз ғой, жарамдылық мерзімі бар, соны міндетті түрде ұстаңыздар. Одан кейін екінші совет, көп сұрайтын көп көп қойылатын сұрақтың бірі бағасы ше. Бағасы негізі осылай қалдыра берейінші. Осылай мен сөйлеймін, негізі сөйлеу барысында біраз түшкіріп қоям. Бағасы қалай? 2 аптаға жарайтын линзалардың бағасы біраз сәл төменде. Олар 2000 тұрады, 2000-3000 теңгенің көлемінде. Ал егер бір айға жететін линзалар, олар где-то бір 4000-5000, әр фирманың бағасы әртүрлі. Егер өзіңізге жақсысын бір ай ішінде, мысалға көріңізді, кейбіреулері көзіңізді прям кептіріп жібереді. Қайта-қайта жұма бересіз, осылай отырасыз, жұмып, себебі жел соқса болды, ол линза кішкене орнынан қозғалып кететін де бар. Әйтеуір өзіңізге жақпайтыны көрініп тұрады да. Бір линзалар бар, көзіңізге тұрады, сіз оны мүлдем сезбейсіз, тіпті көзіңіз жұмғанда мүлдем сезілмейді. Сонысымен күшті да. Сондықтан араластырып байқап көріңіз. Мүмкін сізге Корея жағама, мүмкін сізге там Израиль, Германиянікі жағама, бір полгода дейміз ғой, жарты жылдай осылай көріңіз. Одан кейін стабильно бір түрін ала бересіз, өзіңізге жақсы болады. Мен 2 аптаныкін да киіп көрдім, 1 айдыкін, 3 айдыкін да киіп көрдім. 3 айдыкі енді біраз уақыт өте келе, ол кішкене бір, жаңа айттым ғой, бір сызықтар, жыртылу бастай алады, олар ұзақ онда көп шыдай алмайды. 1 ай жақсы, самый лучший, оптимальный 1 ай деп ойлаймын. Одан кейін тағы да сұрақ қоятыны, бұл көзден түсіп кетпей ма? Егер көзіңізді бүйтіп жұмбай осылай тұра берсеңіз, линза кеуіп қалады да, түсіп қалуы мүмкін. Сондықтан кішкене жыпылықтатып тұру керек көзіңізбен. Как норма да, ол кішкене ылғалдандырса, ол тұра береді көзіңізде. Егер тым болмаса, көзіңізге жел соғып, көзіңізді жұмбай осылай тұрсаңыз, түсіп кетуі әдемі мүмкін. Негізі бұл түспейді. Жыпылықтатып, кәдімгі нормально жүрсеңіз, ол түспеу керек. Себебі ол прям, знаете, неңізге, қарашығыңызға қатты, прям өте қатты жабысып тұрады. Сіз оны мүлдем сезбейсіз жабысқан, бірақ қозғалмайды да, көзіңіз қайда қарайды, сонымен бірге қозғалады. Өзінің бір граница сияқты көздің айналасында ұстап қалатыны бар. Оны сіз ешқандай контролировать етесіз, өзі сондай специально, солай жасалған, көзден түсіп кетпес үшін. Сонысымен бәрі айтады, ойбай көзімді жұмсам қозғалып кете ме, бете ме, ауыра ма дейді, мүлдем ауырмайды. Бұл сіз линза дегенде почему-то көбісінде ойы андай стекло бар ғой, шыны сияқты ойлайды да, көзіңізге шыны кигізіп ойбай деп. Жоқ, ол андай, знаете, прям силикон бар ғой, бесцветный силикон. Прям осылай
өте жұмсақ, өте жеңіл, вообще сезбейсіз де оны. Міндетті түрде мындай нелермен қолданыңыз. Мен мысалы осындай жидкость алып тұрамын линза сатып алғанда, және осындай қораптарын. Осындай қораптарға күнде ауыстырамын мен. Су құям, мынаны жуам, ішіне су құям да линзамды шешіп қоямын. Таңертең тұрамын да киіп аламын. Кешкісін қайтадан жатарда мына бәрін төгем де қайтадан новый су құям, ауыстырып тұрыңыз. Жай су емес, мынау специально линзаға арналған. Біреу айтты, жай су құя салсайшы дейді. Нет, жай сумен мынаның айырмашылығы бар. Мен өзім байқап көрдім. Көзде жай суда тұрып кигеннің линзаның және мынаумен тұрған линзаның айырмашылығы жер мен көктей. Жай сумен көзіңізге бір жабыспай, бір деңкесі бар, әйтеуір мешать етеді. Мынау ылғалдандырады линзаны, жақсы дезинфекциялайды. Күні бойы киіп сіз түнге шешкенде түні бойы жақсылап тазартып береді линзаңызды. Түрлері көп, өзіңізге қайсысы ұнайды. Аквасофт бар, тағы Нова Дима, өте көп. Достар, сіздермен бірге болған Айжан. Сұрақтарыңыз болса төменге сұрақ қоя беріңіздер, міндетті түрде жауап беремін. Келесі видеомда кездескенше.